Қайырлы күн, құрметті әріптестер. Бүгін сіздерге жобалауға арналған жасанды интеллект платформасын көрсетемін. Ол үшін Play Market'тен ең алдымен осы приложениені скачивать етіп алу керексіздер. Копкейс деп жазсаңыздар шығады. Google аккаунт арқылы регистрация жасап алыңыздар. Менде регистрация жасаулы тұр, поэтому бірден кіріліп кетті. Мына жерде галереяда бірінші STEM технологияға, социальные науки, потом гуманитарные науки, искусственные науки барлығына осындай 3D модельдер дайын түрінде берілген, барлығы тегін қолдану. Кейбір модельдерде, құрметті әріптестер, сіздерден Marriage Cube'тың жаңағы кубын сұрайды. Мына жерде кірген кезде осындай ұзақ процент болады, оны кішкене күту керек, және мынау до конца астындағы оранжевыйлар 100% болғанша күтеміз. Күткен кезде бізде арнайы жаңағы жұмыс ашылады. Запустить деген кнопканы басу керекпіз, сол кезде бізде мүмкіндік болады. Яғни мына жерде экранның бетінде, егер телефонмен қолданып отырсаңыз, экранның бетінде сенсорный ары-бері қозғалтып көре аласыз. Яғни осындай жұмыстарды оқушыларға жобалауға берсеңіздер болады. Енді бұдан шығу үшін жоғары жағында стрелканы басып, бұдан шыға аласыз. Келесіге өту үшін осылай іздеп отырасыз. Өзіңізге қайсысы ұнайды, соған кірсеңіз болады. Құрметті әріптестер, бұл жердегі жаңағы макеттердің ең алдымен сабақта көрсетіп, одан кейін оқушыларға QR-код арқылы сол макеттің жаңағы сызба нұсқасын жіберсеңіз болады. Тағы запустить дегенді басу арқылы мен кіремін. Барлығы виртуалды шындық VR AR технологиясы негізделген. Ар жаққа қарай, жолдың арғы бетіне қарай жүру үшін мына жерде стрелкаларды басып отырамын. Яғни стрелкаларды басып отырған кезде және экранды жылжытып отырған кезде менде осылай қозғалыста болады. Құрметті әріптестер, астында ана 2 очки тұр. 2 очки ол жаңағы очкимен көруге арналған. Егер сіздерде виртуалды очкилер бар болса, онда осыған қосып көрсеңіздер болады. Және осындай да жұмыстарды көруге болады. Құрметті әріптестер, ішінен неше түрлісін таңдап өз қалауыңызша көре бересіз. Так, келесіде енді сіздерге осы кубтың көмегімен көрінетін жаңа модельдерді көрсетемін. Ол үшін арнайы сыртында кубиктің суреті бар, арнайы кубқа арналғаны көрініп тұрады. Сонда жобаны таңдаймыз. Құрметті әріптестер, мына жерде каждый объектіге осындай загрузка болады. До конца күтеміз. Көп загрузка болып тұрады. Кейбіреулеріңіз ашылмай жатыр деп жаңағы шығып кетулеріңіз мүмкін. Сондықтан да жоғарыдағы загрузка пайызы 100% болғанша күте тұрамыз. Тағы да запустить дегенді басамыз. Сол кезде бізден ашылады. Жаңағы кубтарыңызды міндетті түрде скачать етіп, осылай жасап алсаңыздар болады. Қарап тұрсаңыздар, әріптестер, барлық жағында, 4 жағында да неше түрлі модельдер көрсетіледі, неше түрлі процестер көрсетіледі. Менде кубым кішкене мыжылып қалған, поэтому кішкене онша емес шықты. Бірақ жасап алсаңыздар, бір рет жасап қойсаңыздар, бұл кубты бірнеше приложениеге қолдануға болады. Қарап тұрсаңыздар, барлығы кәдімгідей болып жатыр. Астында 2-1 деп шығып тұрады, соның біріншісіне басқан кезде, яғни бірінші бетіндегісі ашылады. Үлкен көлемде көрсетеді сізге осы объектіні. До конца күтеміз, 100% болғанша, сол кезде бізге жаңағы шығарып береді. Құрметті әріптестер, мынау кубтың электронды вариантын мен сіздерге WhatsApp топқа жібергенмін. Егер сіздерде электронды варианты жоқ болса, маған жекеге жазсаңыздар, мен сіздерге дайын электронды вариантын жіберіп беремін. Сіздер тек қана распечатка жасап, осылай кубик жасап алып, Marriage Cube'қа да және осы Коспейске де қолдансаңыздар болады. Құрметті әріптестер, егер түсінбей жатсаңыздар, жоғарғы жағындағы переводчикті қосып алсаңыздар болады. Осылай 100% болғанша күтеміз. Барлық объектілерді 100% қылып алу керекпіз. Сол кезде бізге қарасаңыздар үлкен көлемде шығып тұрады. Мен қараңыздар, құрметті әріптестер, қандай керемет қылып оқушыларға көрсете аласыз. Яғни ішкі кеңістікте қалай көрінетініне дейін көрсете аласыз. Оны астындағыны 1-2 деп тұр ғой, соны жылжыту арқылы көресіз. Енді бұның сілтемесін алуды көрсетемін. Сілтеменің белгісін басасыз, понятно дегенді басасыз. Сөйтесіз де мына QR-кодтың астындағы скачать дегенді басасыз. Енді, құрметті әріптестер, осыны прямой WhatsApp-қа жібересіз. Яғни скачатты басқаннан кейін WhatsApp-қа осылай осы менің көрсеткен реттілік бойынша жіберуіңізге болады. Енді қарап тұрсаңыздар, тағы кубиктің суреті барды бастым. Яғни кубик пішіндегі модельдерді бастым. Запустить дегенді басамын. Енді осылай ары қарай дальше өз қалағанымдағы объектіні көре аламын. Тағы да QR-код арқылы көремін. Осы кубты жасап алыңыздар. Бұл куб сіздерге ұзақ қызмет етеді. Понятно дегенді басасыз және көресіз. Шығу үшін жоғары жақта стрелканы басасыз. Енді
осындай объектілерді оқушыларға жоба ретінде көрсетсеңіз болады, немесе педидея сияқты, педоқулары сияқты баяндама оқу кезінде, семинар оқу кезінде көрсетіп, мұғалімдерді таңғалдырсаңыздар болады. Іске сәт, құрметті әріптестер, міндетті түрде жасап көріңіздер. Бүгінгі тек қана бір бөлігін көрсеттім, келесі сабақта осындай объектілерді өздеріңіз қалай құрастыру керек, соны көрсететін боламын.